Так, достар, қазір бізде $196 жазылған адамдарға срочно $504 алсаңыздар, қазір акция, білесіздер, осы айдың аяғына дейін мына 504-ке абрес деген адамдар $1000 карточканы егер боласыздар. Ал $1000 карточка қандай сіздер разница болады десеңіз, қазір 504 кім беріп жатыр ғой. То есть, яғни сіз келдіңіз, қазір маркетплейс ашылады, ала берсе, уже біз не істейміз, ссылка таратамыз. Осыға мысал үшін сіз өзіңіздің ссылкаңызды 20 адамға тараттыңыз. 20 адамға тараттыңыз, ол 20 адам не істейді? Айына жоқ деңгейде 20 мыңда маркетплейстен арзан бағада завод бағасынан товар алады, өзінің семьясы үшін, өзі үшін. Осы кезде ол товар бұрып 400 мың болады. Осыдан сіз бірінші деңгейден, бірінші уровеннен 3% постоянно пожизненно аласыз да, осы 20 адамның жасаған товар оборотынан. Приблизительно бұл жерде мысалға келтіріп тұрмын ғой, бұл жерде 12 мың теңге бірінші деңгейден. Осы 20 адам өздерінің бөлседі, өздерінің 20 адамменен бөлседі. Осы кезде сіздің екінші деңгейде, екінші уровенде қанша болады? 20-20-ға көбейтсек 400 адам болады. Осы 400 адам орта есеппен 20 мың теңгеге сауда жасаған кезде маркетплейсте 8 миллион теңге товар оборот болады. Осыдан 2% сізге 160 мың теңге. Қазір мынау менен мынауда тұрмыз, біз міне 2 уровеннен аламыз. 196 бірінші уровень, екінші уровеннен, осы 2 уровеннен ғана аламыз. Енді ең үлкен ақша ол, конечно, 3-ші уровенде. Это, өздеріңіз білесіздер, работает арифметическая прогрессия дейді. Мына 3-ші уровеннен қашан ашылады? Когда сізде $1000 карточка, яғни қазір скидкамен $504 карточка алған. Мына 400 адам өзінің 20 адаммен бөліскен кезде бізде 8 мың адам болады. 8 мың адам 20 мың теңгемен орта есеппенен сауда жасаса, бұл жерде 160 миллион теңгеге сауда жасалынады. Көрдіңіз бе? Адам саны көбейген сайын. Осының 1% бұл жерде 1 миллион 600 мың теңге. Сондықтан Лихон Ли мырза айтады. Мұнаның бәрін қоссақ, орта есеппенен 1 миллион 712 мың теңге болады. Лихон Ли мырза айтады, егер де сіздер қазір мына $504 карточканы, акциямен $1000 карточканы егері болсаңыз, сіздің бір күндік табысыңыз, мынау айлық дедім, бір күндік табысыңыз 30 мың теңгеден 50 мың теңгеге дейін болады. Осыны қазіргі таңда түсінген адамдар апгрейд жасап алыңыздар. Өйткені ертең $504 карточкалары ондай бізде мүмкіншілік болмайды. Сондықтан тез команда болып, өздеріңіз адамдарыңызға осыны дұрыстап жеткізіңіздерші. Ертең неге естімедік, неге айтпадыңыздар деп бізді күнәламасын. Өте керемет. Бүгін Альмира ханым өте жақсы статус жауып отыр. Өз жүрегінен қалай табыс тауып жатыр, жүрегімен барша қазақ халқына осындай табыстарды тілеп жатыр.